Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі аузыңызда еритін, қымбат сливки мен крем-чизді қажет етпейтін, өте жұмсақ болып шығатын пирожныйлардың рецептімен бөлісетін боламын. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Мен 6 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, оның үстінен қантымызды салып, миксердің баяу жылдамдығынан бастап, жылдамдығын жаймен көтере отыра, жұмыртқамыз 2 есе көтерілгенше, аппақ көбік болғанша 4-5 минут шамасында жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің пирожнымыздың жұмсақ болуы әрі биік болып көтерілуі осы жұмыртқаны жақсылап араластырғанымызға байланысты. Содан соң сұйық майымызды қоса отыра миксерлейміз. Сүтімізді де қоса отыра бір миксерлеп аламыз. Қатты көп араластырудың қажеті жоқ. Содан соң құрғақ өнімдерімізді біріктіреміз. Ұнымызға разрыхлителімізді қосып, какаомызды қосып, үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Осы ұнымызды жұмыртқалы массамызға аз-аздан бөліп қосамыз. Барлығын бірден салуға болмайды. Жаңағы жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап көтеріп алған болғандықтан барлығын бірдей салсаңыздар, жұмыртқамыз басылып қалуы мүмкін. Сондықтан ұнды аз-аздан сала отыра миксерлеңіздер. 4-5-ке бөліп жақсылап миксерлеп аламыз. Ұнымыздың барлығын салып, жақсылап араластырып болғаннан соң пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Бізде өте керемет қоймалжың қамыр шығады. Енді осы қамырымызды пергамент қағазы төселген формамызға құйып, барлық жерін бір тегіс етіп жайып, қызып тұрған 180 градус пеште 25-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Корждарымыз пісем дегенше кремін дайындаймыз. Бір құты вареный сгущенканы ыдысымызға салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң 500 грамм қаймағымызды салып, екеуін біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің өте дәмді креміміз дайын. Корждарымыз пісіп шыққаннан соң, оны 10-15 минутқа салқындатып қоямыз. Суығаннан соң пергамент қағазын алып тастап, шет-шеті кішкене қисық болса, барлығын тегістеп кесіп аламыз. Осы коржымызды теңдей етіп 2 бөлікке бөлеміз. Сонда бізде 2 корж шығады. Енді бір коржымызды алып, оның үстіне жақсылап барлық жеріне тегізіп крем жағамыз. Кремнің үстінен екінші коржымызды қойып, тағы да крем жағып, шет-шетінің барлығына тегізіп крем жағып, осы дайын болған пирожныйымызды кеспей жатып 1 сағатқа немесе 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің пирожныйларымыз теп-тегіс болып, өте әдемі кесілетін болады. Соң осы корждарымызды теңдей етіп 10 бөлікке немесе 12 бөлікке бөліп аламыз. Мен 12 бөлікке бөлдім. Содан соң әр коржға шет-шетіне жақсылап крем жағып, жаңағы шетінен қалған қамырды үгітіп, жақсылап әсемдедім. Кейбіреулеріне какао себіп әсемдедім, кейбіреулеріне мандарин қойып әсемдедім. Енді тіпті әсемдемей-ақ осылай жей берсеңіздер де болады. Мен әдемілік үшін әсемдеп алдым. Осымен біздің өте дәмді, өте жұмсақ, қолжетімді заттардан дайындалатын өте дәмді пирожныйларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса менің каналыма